Баршаңызға сәлем достар, түс шору жайлы каналымызға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоларымызға лайк басып, бізді қолдап жатқандарыңызға рахмет. Ал егер каналға тіркелмеген болсаңыз, каналымызға тіркеліп, келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі түс жоруымыз әйеліңізді түсіңізде көрсеңіз қалай жоруға болатындығы жайлы болады. Ендеше көп сөзбай бастайық. Егер сіз түсіңізде әйеліңіздің сіз үшін әдеміленіп жүргенін көрсеңіз, сіздің өміріңіздің жақсарғандығын білдіреді. Түсіңізде әйеліңіздің ауырып жатқанын көрсеңіз, әйеліңіздің сізге ренжігенін немесе сіздің денсаулығыңыздың сыр беріп жүргендігін білдіреді. Егер сіз түсіңізде әйеліңізді ұрып жатсаңыз, бұл жақсылықтың белгісі, сіздің мол табысқа жететіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде әйеліңіздің басқа біреуге тұрмысқа шығып жатқанын көрсеңіз, жақсы жаңалық келетіндігін білдіреді. Егер де түсіңізде әйеліңіздің жалаңаш жүргенін көрсеңіз, араларыңызда ұрыс болғандығын білдіреді. Ал егер әйеліңіз түсіңізде жаман киім киіп алғанын көрсеңіз, қаржылай қиындықтар болатындығын білдіреді. Түсіңізде әйеліңіздің жылап жатқанын көрсеңіз, сізде бір қиыншылықтар болатындығын білдіреді. Ал егер сіз түсіңізде әйеліңіздің күліп тұрғанын көрсеңіз, балаларыңыздың бір жетістікке жететіндігін білдіреді. Түсіңізде әйеліңіздің толқып немесе қобалжып тұрғанын көрсеңіз, жұмысыңыздың алға басып табысты болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде әйеліңіздің ақ киім киіп алғанын көрсеңіз, мешітке баратындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде әйеліңіздің ашық-шашық киініп жүргенін көрсеңіз, сіздің тіліңізді алмай жүргендігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаса, лайк басып қолдап қойыңыздар. Егер осы видео 500 лайк алса, түсіңізде әйеліңіздің көзіңізге шөп салған жайлы видео шығаратын боламыз. Осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.